Assalamu alaikum işkeretinin görüşçüleri, jana YouTube görüşçüler. Bugün Kuda kalası şu jaş torpaklar boyunca жақсы bir kеңеш берейін деп тартып atқан uçurum туғандар. Hazır mынау 10-дағы çöbün жеп atқан uçur. Туғандар баяғы torpakты алғанда bir ara 2 aydan önce заготовка башталады. Алғанда туғандар алып içine bağıp görünüzler. Айтайын дегенім туғандар. Жашынан білінеткенде жегені, içkeni, su içkeni, менің айтарым şu суны көп içken torpақтарды алып байлап бақсаңыздар жақсы болады екен. Жайлауға жіберіп келгенден кейін байласаңыздар жақсы болады екен. Себебі суны içken torpak туғандар. İçегісі жонарып, çoğayışına жақсы su түрткі болады екен да. Yaşından da bilinetken bulardan peyle, bulardan поведениесі деп қойсақ болады. Оша туғандар. Алы өлі ішіне жіпке үйреткіп байлап көрсеңіздер, şu torpақтар şu çoğayışına жақсы болады екен. Жеген, içkeni, анан жемді дағы жашынан да білінет. Баяғыдай тез жеген torpak жақсы болады екен. Анан майдалап жеген torpak туғандар. Ал анша семіре беріп еткен, ал анша çoğaya беріп еткен. Анан суны көп içken torpak жақсы болады екен. Bir ақылман айтқан екен, bir çarvаны жақсы білген ақылман. Жаздың күні тұз семіртеді, қыштың күні su semіртеді. Себебі суның көп içkeni бала құрық çöpte тұрған torpak себебі суны қаншалық көп içсе, çoğayışına өте пайда береді екен. Туғандар çoğ бұқалар бойынша дағы тартайын емі. Туғандар жеп атады. Жеп бүттір почти. Почти жеп бүтішіптір. Бұлар дағы жақсы азыр жеме көтердім. Ертеменен 3,5 kasa geçken mal 4 kasa. Şunda 1 kilogram 200'den aşağırak ölçüp tartıp görgemin. Oşa bir tempte salamın. Hazır bular jep бүтіп тұрған kez hazır жатат туғандар. Ана көбі айтыптыр, көп емес, бір жазыптыр, тұзды тешіп қап қойсаңыз жақсы болады деп. Тұздарын жеп біткен. Ана тұзды берген сайын ана деп олар сие береткен, асты сәл ным болып қалып атады. Лешка. Оша туғандар. Ана бұлардың жашынан, мысалы, жашынан бақтым бұларды деді. Базардан алғаны бар. Ана анша su içпейді туғандар. 1,5 шелек içеді. Мынаудағынша içe бермейді. Мыналар жақсы içеді. Мынау жақсы içеді суны. Суны көп içken бұқадағы жақсы. Себебі жон içегісі. Жон орып, семірішіне өте жақсы жеген içken. Анан жатқан бұқадағы. Қаншалық жебелей шарт жатқан бұқа семірішіне жақсы туғандар. Анан суны мынандай шланга қойғанмын. Декоративный çelekler var, 12 litrelik. Oşo менен 2-ni 2,5 içет. Мынандай шланг қойып алып, астына қоямын да қалашынша açıp тұрамын, тойышынша içет. Анан обедте çöp salamın. Ertemenen saat 8'de jем берсем, 10'da çöp salamın. 12'de sugarıştı başlasam, 1,5'da çöpün salamın. Oşo saat 5'e çeyin жатышат. 4,5'da çelekte hep su koyam астына da oşondağı janan keyin. Kalağanı içet, kalağanı içpeyt. Oşo tuğlar. Oşo bugünkü torpaklar boyunca çıkardım. Kommentarlarınızlardan bolsa oy bölüşöylü, жақсы нәрселерді жазыңыздар. Biz daha şu 5 yıllık tecrübeden bölüşüp atkan uçurum tuğanlar.
Bunlar жақсы азы құрсақ баштары шығып, бұларды сатасызбы дейді, бағып. Баға берейліші. Анан Аллах'ın айтқан бұлар. Мынандай челектер бар, декоративный. Анан мына ушул менен жемді бергенде чоң, оңаға қарағанда бұл чоң. 1,5 килограмм шықпаса керек. 1 килограмм 400 же 1 килограмм 300 шығады да. 1,5 кило шықпайды. Бұлар жақсы, бұлар жеп, мына құрсақтары шығып. Бұларға 1 килограммдан 1 килограмм 300 берем. Өткенде байлағанымда 1,5 килодан бердім. Азыр 1,5 килограммға еш нәрсе болбай қалды бұларға. Жемдеп қойсақ, жайлауға барғанына жақсы. Себебі жем жеген қорқып, көпке шыққанда жақсы оңалады. Оша туғандар. Өткенде дағы бір енім оштан болады, өзі түгі арабанда Англияда іштеген жігіт. Уже алдағы шы прямо шығып, сүйлөшіп жүретелек, кеп кеңештерін алып болады. Уже 4 бұқа байладым дейді. Шығып, бірі-бірімізден жақсы кеңештерімізді айтып, сырдашып, сұхбатташып дегендей. Енемде өзін чақам бизнес бар екен, ошоға қосымчалап, шундай 4 бұқа 2 жашар бұқалардан байладым дейді. Ошо құр айттыға чейін байласам, ет бағытына тапшыраған деген ниеті бар екен. Жақсы. Жақсы комментариядан жазып, лайктардан басып, подписать етіңіздер туғандар. Анда ішіңіздерге игілік, ардайым аман болыңыздар, бар болыңыздар, үй біліңіздермен бүтін болыңыздар. Амандықта жүріңіздер, амандықта болыңыздар, күніңіздер берекелі күн болсын.